Баршаңызға сәлем. Бүгін ашқының көмегінсіз 15 минутта дайын болатын осындай пышный бауырсақ пен жеті шелпек дайындайтын боламыз. 2-3 сағат бойы қамырдың көтерілуін күтудің қажеті жоқ. Бірден жасай бересіз, өте керемет шығады. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы айранға 1 шай қасық ас содасын қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Соданы қосқанда осындай реакцияға түсетін болады. Ұнымызды алып, үстіне 2 ас қасық құмшекер саламыз. 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Сұйық май қосамыз және кішкене араластырып жіберетін боламыз. Дайындап қойған айранымызды қосып, бірінші лопатканың көмегімен, сонан соң қолдың көмегімен жақсылап қамырды илейтін боламыз. Видеоның жазбаша рецептісін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Осылай қамырымыз жұмсақ болып шығады. Енді осыны бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Керемет видеоларды жіберіп алмас үшін видеоның астында тұрған подписаться белгісін басып, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қоюды да ұмытпаңыз. 15 минут өткеннен соң қамырымызды алып астына ұн сеуіп, 7 шелпекке 7 бөлікке бөліп және қалғанын бауырсақ қылып жасайтын боламыз. Бауырсақтарымыз өте дәмді, иісі керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Көп уақытыңызды да алмайды. Мінекей енді барлығын жайып шығатын боламыз. Осы уақытта майды газге қыздыруға қоя берсеңіз де болады. Шелпектеріміз қатты қалың болып кетпеуі қажет, жұқада болмауы қажет, қытырлақ болып қалады. Орташа қалыңдықта жаюға тырысыңыздар. Шелпектерді жайып болғаннан соң, бауырсақтың қамырын да орташа қалыңдықта жайып, осылай домалақ бокалдың көмегімен барлығын кесіп аламыз, домалақ бауырсақтар жасайтын боламыз. Майымызды қатты қыздырып алып, шелпектерімізді саламыз. Bir беті толық қызарғаннан соң, екінші бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Барлығын дәл осылай қайталап пісіріп шығамыз. Мінекей шелпектеріміз қызарып әдемі болып пісті. Қалған шелпектерді де дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Шелпектердің майын тартып алу үшін қағаз сүлгіге осылай салсаңыз болады. Бауырсақтарды да дәл осылай екі бетін қызартып, дөңгелетіп пісіріп аламыз. Достар, видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз, лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Менің арнамнан көптеген торттардың, пирогтардың, өте дәмді тағамдардың, ерекше тағамдардың рецептерін таба аласыз. Міндетті түрде подписаться етіп, уведомленияны қосып қойыңыз. Жаңа видеолар шыққанда ең алғашқы болып көретін боласыз. Мінекей біздің пышный, өте дәмді, ортасы ашық болып тұратын, үлпілдеп шығатын бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз.
дәмді болып шығатынына сөз беремін. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен Мадина.